бізді қарайтын адамдар олар кітап сүйер адамдар, яғни бос дүниені, бос айқай шу немесе әртүрлі қызықты видеолардан қарағанда бізді кімдер жақсы көреді? Кітап сүйер қауым жақсы көреді. Дұрыс айтасың. Біз Ұшқан ұя повесін бастап едік, енді ары қарай жалғастырамыз. Ұшқан ұя повесі, яғни қанжарынан қан тамып тұрған кеңес үкіметі кезінде өзінің фамилиясына, яғни тегіне Оф-Ф деген жұрнақты қоспастан Бауыржан Момышұлы деп өзін атауды талап еткен батыр, кеңес одағының батыры, яғни батыр Бауыржан Момышұлы туралы, яғни соғысқа қатысқан батыр еді. Ал сол Бауыржан Момышұлының сондай әлем танитындай мықты болуына кімнің әсері бар екен? Әжесінің. Әсіресе әжесінің. Атасы ерте қайтыс болып кетеді, бірақ әжесінің аты кім еді? Қыз Тумас. Қыз Тумас еді. Әкесінің аты кім? Момыш. Ал атасының аты? Имаш еді. Сол біз басынан бастап оқып жатырмыз. Қазір біз, яғни бұл кітапты басында кешегі видеомыз анық болмай қапты дауысы. Бұл кітапты Бауыржан Момышұлы алдыменен орыс тілінде жазады. Себебі бізді кеңес үкіметі кезінде қазақтардың мәдениеті, өркениеті ешқандай болмаған. Бұлардың тарихы сонау жаңағы ұлы Қазан төңкерісінен кейін басталғандығы, және де қазақтарды өркениетке, мәдениеттілікке үйреткен ол орыстар деп түсіндірген. Содан кейін Бауыржан Момышұлы өзі соғыстан келгеннен кейін қалам тербеп, біздің қазақ халқының мәдениеті, ғұрпы, ежелден, тереңнен тамыр жайғандығын көрсету үшін, және де қазақ халқының мол мұрасын сезіндіру үшін, мол мұрасын халыққа паш ету үшін орыс тілді халыққа, яғни орыс халқына таныстыру мақсатында Ұшқан ұя, яғни наша семья деп жазылған бұл кітап. Ал енді қазіргі кезде бұл кітапты бүкіл қазақ қауымы оқуына болады. Балалар оқып, яғни біз текті елдің ұрпағы екеніміз, және де Бауыржандай мықты батыр болуымызға септігін тигізеді деген мақсатпен кітап оқитын әулет осы кітапты бастап отырмыз. Яғни басында Бауыржан Момышұлы өзінің атасы жайында айтып кетеді, және оның әжесі Қыз Тумас өте қатал болған, реңді кісі болған, қартайған кезінде сары кемпір деп аталған. Әкесі не үшін ұзақ уақыт үйленбей жүреді Бауыржан? Оған қара келін ама, ақ келін. Қара реңді, бидай өңді қыздарды ұнатпайтын болған. Себебі мен ең болмаса немерелерімді жиіркенбей сүйейін, алатын болсаңдар ақ реңді, мен сияқты әдемі сұлу қыздар таңда деген ғой енді әжесі. Жаңағы шешесі Қыз Тумас Момышқа солай айтқан. сөйтсе Момыш ұзақ уақыт үйленбей жүрген екен. Содан 30-дан асқанша үйленбей жүреді. Сосын Рәзия деген сұлу қызға үйленеді. Сөйтіп бірінші 4 әпкесі болады, Үбия, Нүбіш деген жаңағы әпкелері болады. Одан кейін барып Бауыржан дүниеге келеді. Сонда осы жерде Бауыржан Момышұлының Имаш бабасы былай деп ата берген екен. Тыңдаңдаршы, қандай керемет. Алатаудың қыраны мол еді, қырағы болсын құлыным, қойнауы суға мол еді, бұлағы болсын құлыным, елінің тілегі зор еді, шырағы болсын құлыным, ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным, бұл жер батырлар төреді, сыңары болсын құлыным деп жаңағы Бауыржан дүниеге келе салысымен бата берген екен. Енді біз бұрыннан қисса оқитын әулетпіз, сонда бата деген бұл қайдан шықты деген кезде мынадай екен. Еске түсіріп кетейін сендерге. Мұхаммед пайғамбар, соңғы пайғамбарымыз Миғражға ұшқан білеміз, немен ұшты? Пырақпен. Пырақ жоқ дейін десек,
мысалға, бірақ ол біздің тиынымыз бар ғой, тиын кәдімгі төл теңгеміздің тиындар бар ғой, соның арқасында пырақтың суреті бар, яғни қанатты ат. Сол қанатты атқа мініп, 7 қат көкке көтерілген кезде, бір кезде мынадай бір оқиғаға тап болады Мұхаммед пайғамбар. Жаңағы пырақпен кетіп бара жатқан кезде періштелер қап бір затты көтеріп, Алланың алдына апарып жатады. Сол кезде бір жаққа кетіп бара жатқанын көреді. Сол кезде Жебірейіл періштеден сұрайды, бұл не деп сұрайды. Сол кезде Жебірейіл періште айтады, бұл дастархан басында берілген бата дейді. Дастархан басында берілген батаны жаңағы періштелер қапқа салады екен де, көкке көтеріп Алланың алдына алып барады екен. Міне, сенің пендең осындай нәрсе тілеп жатыр. Бұл дастархан басындағы бата дейді екен. Содан сол ешқашан орындалмай қоймайды екен. Содан қазақтар осыны білген, қазақ халқы дастархан басында, немесе жолаушылар кетіп бара жатқан, немесе дүниеге жаңағыдай Бауыржан сияқты балалар дүниеге келген кезде міндетті түрде бата береді. Біздің үйдегі жолға шығып бара жатқанда дұрыс айтасың. Сендерді жарысқа бара жатқанда апаларыңнан бата аласыңдар ма? Иә, бата аласың. Ал енді біздің үйде міндетті түрде дастархан басына бата беріледі, соны бізге Мағжан әдемілеп тұрып айтып береді. Кәдімгі Мағжан? Жаратқанның құдірет, жарылқаудың қабілет. Әуелі Алла қолдасын, әулиелер қолдасын. Малың менен жаның еш жамандық болмасын. Ал Даниял деген біздің үйдің үлкені, әулеттің үлкені, жаңағы Бауыржан сияқты, сондықтан да ол бата береді, әдемі бата береді. Жаңағы ұлықпанның жасын бер деген бар ғой, әумин деп айтады. Әумин деп қолын жайқалысын, ода қолдан келеміз. Қолын берген болсын, апағың еріңіз. Ұлықпанның жасын бер, жомарттың асын бер, патшаның бағын бер, мен тағын бер. Осы айтқаннан қадыратын болсын. Яғни Сүлейменнің тағын бер, патшаның бағын берсін сендерге, Құдай қаласа. Бұл үлкен бастамамыз. Бір кішігірім видеолар түсіріп отырсақ та, бұл ертең сендер Бауыржандай атақты, әлемге атақты болатындарына сенеміз. Сондықтан біздің батамыз міндетті түрде Алланың алдына барады, және ол міндетті түрде қабыл болады. Міне осылай Бауыржанға атасы Имаш бата берді, және де жаңағы бұл Бауыржан Момышұлы қыстың кезінде туылады ғой, яғни желтоқсан айында туылдым дейді. Содан анам Разия 3 айлық кезінде атасына алып барған екен, жаңағы Имаштың алдына барып, кішкене бөбек Бауыржанды қолына берген кезде атасы еміреніп баласына былай деп бата берген екен. Құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма, бәрінен де шырағым баяны жоқ ол болма дейді. Яғни сендер де сондай болыңдар, баяны жоқ ол болмаңдар. Яғни ата-аналарыңа мейірімді, халқын ойлайтын, еліне ереуілі, халқына қалаулы болатын ұл болыңдар. Тура сол сияқты Бауыржанның атасы да біраз осындай баталар беріп, кейіннен атасын көп көрмейді, Бауыржан дүниеден өтіп кетеді. Анасы да 3 жасында дүниеден өтіп кетеді. Анасының жақсы екені жайында қыз тумас әжесі үнемі еске алып отырады. Не деп айтатын еді? Разия келінім жақсы еді. Жақсы еді деп, жаңа немерелерін емірене сүйіп, жаңа Разия келінім жақсы еді деп, үнемі шелпек пісіргенде Құран оқытып, жақсы жағынан еске алып отыратын еді. Міне, демек осындай жақсылардан туған бала міндетті түрде жақсы болар анық. Міне Бауыржанның шығу тегі осындай екен. Демек, тіпті Имаш елге сыйлы адам болған. Оның әкесі Момыштың өзі қисса, жыр дастандарды жатқа оқитын болған. Сендер де сондайсыңдар, қисса, жыр дастан кез келгенін сұрасаң, қисса дастандар жатқа білесіңдер. Міне сөйтіп, бірақ кейбір кезде білмей қалады, ол болады. Бірақ бірте-бірте бұл нәрсе жақсы болып кетеді. Содан кейін Момыш тағы да бір ерекшелігі, ол орыс тілін жақсы дұрыс айтасың, өздігінен үйреніп алған орыс тілін, және хат танитын болады. Және де сабаққа бармаса да орыс тілін үйренеді. Мектеп қабырғасын көрмесе де орыс тілін жақсы меңгерген, дұрыс айтасың. Және де ол тағы бір шебер іс-әрекеті бар еді ғой. Білезік,
Білезік сақина жасайтын ол қолөнер менен ондай адам кім деп айтады? Зергер деп айтады. Мінекей біз осы жерге дейін оқып бітірдік. Ал балалар, сендер де Бауыржан Момышұлын өз отбасыларымен, ата-аналарымен бірге оқыңдар. Күніге 15 минут оқысаңдар, көп нәрсеге тәнті боласыңдар, және де көп, мысалға Бауыржан Момышұлының осы кітап арқылы біз қазақтар тарихының, әдет-ғұрпының тереңде екендігін, және де бала үшін атаның, әженің, ата-ананың рөлі керемет екенін түсінеміз. Бірге оқиық, достар. Кәнекей, бірге оқиық деп айтайықшы. Бірге оқиық. Шақырамыз сіздерді. Сау болыңыздар.